Сиқыршының сыйы осы. Бұрынғы заманда бір батыр болыпты. Оның бірінен бірі өткен екі дүлдүлі бар екен. Батыр дүлдүлін алма кезек мініп, аңға шығып тұрады екен. Батыр күнде таңертең дүлдүлінің біреуі терлеп тұрғанын көреді. Бұл істің байыбына бара алмай, бір күні атшыдан сұрайды: «Тақсыр, сіз әр күні аңнан шауып келіп, төсекке барып тиісімен қатты ұйқыға кетесіз. Ал сіздің бәйбішеңіз ел әбден ұйқыға барды-ау» деген мезетте дүлдүліңізге мініп, жай атқа 3 күндік жердегі ашына байына барып, таңға жуық қайтып келеді. Түні бойы қатты жүріс көрген дүлдүлдің таңертең терлеп тұруы осыдан, дейді атшы. Бұны естіген батыр әйелін аңдымақ болып, өтірік ауырып, әрлі-берлі дөңбекшиді. Әйелі тыным алмай күтеді. Батыр ел бір ұйықтап оянғанға дейін тыныштана алмайды. Әйел де уағдалы мезгілінің өтіп бара жатқанына қарап, қатты шиыршық аттады. Сәлден соң батыр әйелінің тізесіне басын қойып ұйықтап кетеді. Әйелі жүктен жастық әкеп байының басына жасайды да, далаға шығып, әлгі дүлдүлге мініп салып, суыт жүріп кетеді. Мұны білген батыр екінші бір дүлдүлге міне салып, қарасынан қалмай қуа жүріп кетеді. Әйел айдаладағы бір тамға келіп түседі. Ішінен сақалды дәу бір адам шығып: «Неге кешіктің?» дейді. «Күйеуім ауырып, әрең ұйықтатып келгенімше осы болды», дейді әйел, кінәлі жанша төмен қарап. Екеуі өз жұмыстарын білген соң, бітірген соң, әлгі сақалды дәу әйелді аттандырып салмақ болып далаға шыққанда, батыр қалтарыс терезеден түсіп, балтасын алып босағаға тұра қалады. Дәу сақал әйелді аттандырып үйіне кіре бергенде, батыр оның басын бір-ақ шауып кесіп, қанжығасына байлап, басқа бір төте жолмен үйіне тартып береді. Әйелден бұрын келген батыр басты ішкі босағаға тастап, үстіне бір дәмелерді жаба салады да орнына жатып қалады. Түнімен тыныш ұйықтадың, тізем талып кетті. Түрегел деп таңертең әккі әйел байын тербетіп отырады, оятады. Далаға шығып дәрет сындырайын дейді батыр. Орнынан сенделіктей түрегеліп, қолтығынан сүйеп келе жатқан әйеліне: «Ойпырмай, буыным құрып барады. Далаға бара алмайтын сияқтымын. Осы босаққа отыра салайын. Мынау бірдемелерді алып тасташы». Ойында еш нәрсе жоқ. Әйел әлгі жатқан нәрселерді ашып қалып, дәу сақалдың басын көреді. «Бұл менің 15 жастан бергі ғашығым еді. Түбіне жетіпсің, түфу, ит болып кет», дейді байына кәрленген сиқыршы әйел. Батыр ит болып кетеді. Батыр қарасұр төбет болып өзгергеннен кейін, бұрынырақта алыс жерге зотқан бір қызын іздеп шығады. Неше күн жол жүріп, бір өзенге келеді де, судан өте алмай, дағдарып тұрып қалады. Бір күні сол өзеннің бойына бір топ керуенші келіп түнейді.
Төбет таң атқанша керуенші жатқан жерді айнала өріп, оларды ұры қардан күзетіп шығады. Таң атқаннан кейін керуеншінің бастығы: «Мынау өте сақ ит екен. Жолшыбай бізге ес қатады. Түйенің үстіне шығарып ал жүрейік», дейді. Өзеніне өткеннен кейін ит қыңсылап тұрғысы келмейді. Сонан соң керуеншілер өз жүрсін деп түйеден түсіріп қоя береді. Өзені өту ғана мұң болып тұрған ит қоя бергеннен кейін ұзатқан қызының үйіне тартады. Жолшыбай ен далада бір жыланның бір бақаны арбап жұтқалы тұрғанын көреді. «Жазықтыдан жасқанба, жазықсызға жан ашыт» деген ғақлия сөзді есіне келтіреді. Бақаны жыланнан құтқарып жібереді. Таяғы аялсыз жүріп бір кезде қызының үйіне жетеді. Қызының үйінің белдеуінде бірнеше ат байлаулы тұр екен. «Қызым, мен күйеу балам мына қонақтарын аттандырып шығар. Осы жерде жатсам көрген соң танып қалар» деп ойлаған Төбет байлаулы аттардың мінер жақ сыртына келіп жатады. Бір кезде қонақтар аттанады. Ойлағандай қызы мен күйеу баласы оларды аттандырады. Қыз итке бір қарайды да тіксініп үйіне кіріп кетеді. Артынан іле-шала үйіне кірген жігіт әйелінің түсі өзгеріп кеткенін байқайды да: «Не болды саған?» деп сұрайды. Далада жатқан иттің көзі әкемнің көзіне ұқсайды екен. Әкемнің кейінгі алған әйелін ел сырықтан өткен сиқыр, көзге шүлем болғанымен көмескіде түлен деуші еді. Әкем соның жазымына ұшыраған сияқты» дейді дірілдеп шошыған әйелі. «Қорықпа, абыржыма. Оны айыру оңай. Сен бір сапты аяқ, бір ит аяқ дайында. Екеуіне де толтырып ас құй. Қатар апарып алдына қой. Егер тегі адам болса, саптаяқтағы асты ішеді. Егер тегінен ит болса, ит аяққа жүгіреді, немесе екеуін бірдей ішеді». Келіншек ерінің айтқаны бойынша екеуіне де ас құйып, әкеп иттің алдына қояды. Ит саптаяқтағы асты ішеді де, ит аяқтағы асқа қарамай қояды. Қыз өз әкесі екенін біледі де, бақсы балгер әкеп емдетіп молла келіп оқытады. Ақыры әкесі бұрынғы адам қалпына келеді. Батыр балаларына бастан кешкендерін егжей-тегжейлі айтып береді. Қызының үйінде жатып әбден жазылдым-ау дегенде үйіне қайтпақ болады. «Тағы бір жазымға ұшырайсың-ау әке» деп зар илеп жылағанына қарамай, батыр балаларының мінгізген атымен үйіне қайтып келе жатып, Жолшыбай бір салт атты жас жігітке кезігеді. Жігіттен: «Қайда барасың?» деп сұрайды. «Сіз барған жерге мен де барам» деп жауап береді жігіт. Екеуі келе жатып, қалың бейіттің басында бір топ адамның бір өлікті жерлеп жатқанның үстіне түседі. «Неғып өлген адам?» деп сұрауына олар: «Осында бір байдың бой жеткен қызы бар еді. Оны қанша дүние мүлікпен тоғанақты түйе арттырып ұзатқалы отыр. Шарт
қызды алатын жігіт 3 күн қызбен бірге болу керек. Содан аман шыққан жігітке қызды қалың малсыз береді. Бірақ қазірге дейін мұнымен бір түн бірге болған жігіттің бірі қалған жоқ. Күн асып ертеңіне өледі. Мынау сондай жігіттің тұп-тура 38-шісі болады, дейді. Мұны естіген екі жолаушы таңырқап тұрып қалады. Сәлден соң жолшыбай ілескен жігіт батырға: екеуміз осы қызды аламыз деп байдың үйіне түсейік. Мен құда болам, сен күйеу бол, сені қыздың жанына апарып жатқызамын. Бірақ 3 күнге дейін айқаспайсың. Арқандай жағдайда да ұстамдылық істейсің. Мен сендер жататын отаудың сыртынан аңдимын. Қызды дүние мүлкімен былай алып шыққаннан кейін істі өзіміз білеміз, дейді. Батыр басынса, бұған ұнамаса да, ақырында жігіт көнеді. Сонымен жігіт айтқанын орындатады да, 3 күннен кейін қызды бүкіл дүние мүлкімен алып жүреді. Үшеуі үртіс жүріп, бір құлан түзге келіп еру болады. Жігіт: мен осы сізге қош айтсамын, мына дүниені, мына қызды екеуміз қаққа бөліп аламыз, дейді. Жоқ, бұның бәрін сен ал. Сен болмасаң, мен әлгі өлген жігіттің 39-шысы болар едім. Олай емес, сен ерлік істемесең, мұның бәрі жоқ еді. Ақырында жігіт барлық мүлікті қаққа бөліп шығады. Содан соң қызды қаққа бөлмек болып, батырға ана бір қолын ұста дегенде, батыр: мұны екіге бөліп өлтіргенше сен ал, мен тіпті саған разымын, дейді. Бұған жігіт көнбей, бір қолын батырға ұстатып қойып, қызды басына қылышпен періп қалады. Қыздың аузынан қара жалын атып кетеді. Екінші рет періп қалғанда, қыздың аузынан бір шұбар жылан түседі. Қызды алдыға қарай жетектей бергенде, қыз жалтақтап артына қарайды. Қарама артыңа, деп ақырады жігіт. Іштен шыққан шұбар жылан, ай, деп қыз тағы бір рет артына қарап жүріп кетеді. Қызды басқа 3-ші рет періп қалғанда, қыз сары су құсады. Жігіт көңілі тынығардай болып, деп қылышын қынабына салады да батырға қарап: досым, мына қызды тегінде айдаһар сорған. Денесінде соның уыты бар еді. Қазір одан түгел арылды. Енді ол қызды дүние мүлкімен сен ал, оған қоса бір уыс топырақ беремін. Осыны алып үйіңе барғанда, бұрынғы қатының алдыңнан түлкіші бұлаңдап шығып, жаңа жұбай құтты болсын деп шашу шашады. Сиқыршының сыйы осы деп, сен де топырақты оған шашып жібер. Сонда ол дереу 40 есек бір қашыр болып кетеді. Әсілінде ол 40 есек бір қашырдан адамға азған лағнет талайды құртып, сенің аң аулаумен тапқан әзір дүниеңе мәз болу үшін саған тиген. Сен осылай істесең, пәледен құтылып бақытты өмір өткізетін боласың. Ал мен қызыңды іздеп бара жатқанда, сен өлімнен құтқарған бақамын. Менің саған қылған жақсылығым осы ғана.
деп лезде бақа болып жүріп кетеді. Батыр әлгі қызды тоғанағымен алып үйіне жақындағанда, бақа досының айтқандай сиқыр қатын сылаңдап анадай жерге шашу алып шығады. Жақындап келіп, құтты болсын деп айтып шашу шаша бергенде, батыр қойнындағы түйін алған бір уыс топырақты алып, сиқыршының сыйы осы деп шашып жібереді. Сиқыр әйел табанда 40 есек бір қашыр болып кетеді. Батыр пәледен құтылып мұратына жетеді.